Бисмиллахиррахманиррахим. Кезінде қазақ елінің жырауы Жамбыл Жабаев Абай ақындардың пайғамбары емес пе деген сөзін періштелер көкейіне салған. Қазақ елінің зиялылары Жүсіпбек Аймауытов пен Мұхтар Әуезов тұншыққан елге дем болуға, қара жерге нұр болуға, надандық аждаханы өртеуге, халыққа Құдай жіберген ақиқаттың ұшқыны абайтуды қазақтан деп бекер жар салмаған, біліп айтқан. Қазақта о баста әлемдегі тыныштық та, дүние тіршілігіндегі тұрақтылық та Құрандағы Алла сөзінің бір ауыз дұғасына тұрақтаған дейтін сөз бар. Қазақта Құдай күшті, Құдайдан кейін дұға күшті дейтін сөз содан қалған. Алла тағаланың бір ауыз дұғасынан тұратын ақыр заман уақытысы Құранда ұғымын Алла тағала өзі білетін, қайырымды рахымды Алланың атымен әлиф, ләм мим деген хикметпен белгіленген. Алланың ұғымындағы хикметін әлбір ғалым ашқан емес. Ислам ғалымдары оның ашылуын ақыр заманда келетін Алла тағаланың өз әмірімен келетін өз адамынан күткен. Ел ішінде ақыр заманда көктен Иса пайғамбар түседі, жерден имам Мағди шығады дейтін аңыз бар. Ислам әлемінде әлемнің жаратылысы да және аңыз әңгімелер де ғибраттан тұрады. Иса пайғамбардың көктен түсу ғибраты Алла әмірінің жоғарыдан болуы. Алланың хикметімен үкіменен тұратын Әл-Фараби мен Абай ілімдерін жалғастыру, имам Мағдидің қазақ елінен, қазақ жерден шығуы. Бұл ізгі хабарда қазақ елінен әлем жұртшылық естуі тиіс. Өйткені жер бетіндегі жалпы адам баласының тағдыры осы ізгі хабармен байланысты.